Армысыздар, құрметті жаңғырқалықтар, желі қолданушылар. Бүгінгі эфирде Жаңарқа газетінің жауапты хатшысы Салтанат Батабайқызы. Бүгінгі бағдарламамызда біз 19 ғасырда ауданымыздың өмірінде үлкен орын алған тұлға, ата бабамыздың бірі, Ескене ауылының тумасы, тұрғыны болған Телжан атамыз жайында көп мәлімет бергелі отырмыз. Осы мәлімет алу жөнінде Телжан атаның қара шаңырағына, яғни Ескене ауылына келіп отырмыз. Бізге бұл кісі жайында көп мәлімет беретін Телжан атамыздың тікелей ұрпағының бірі Жүнісұлы Темірғали ағамызға сұхбаттасқалы отырмыз. Аға, енді Телжан ағаның жалпы қандай адам болды, өмірбаяны жөнінен кеңінен мәлімет беріп, әңгімемізді бастайық. Құрметті жаңарқалықтар, барша қазақ жұрты, біздің Телжан бабамыз өткен ғасырда өмір сүрген. Байлығымен, өзінің ақылдылығымен, көріпкелдігімен, елге қамқор жасағандығымен осы өңірдегі алғашқы қажылардың бірі болып, қажылыққа барып келген кісі. Ол кісі 40-50 шақты адамменен ауылдағы жоқ жітіктерін түгендеп, үлестіріп, Құран оқытып, осы жақтағы елінің батасын алып қажылыққа барады. Бұл өткен ғасырдың 1880 жылдарының ішінде болу керек енді. 70 жылдар ма, енді үлкен кісілердің айтуын қазір туралап айта алмай тұрмын. Содан қажылыққа барып, ол кісі келінінің әкесі Ақмолданың Зейнеп деген шешеміздің әкесі Тілеубай қажыны ертіп барады. Ол кісі Телжан қажы, мен мұндай жағдайда қалай барам деген. Телжан қажы әкеміз, мен осындай жағдайда тұрғанда сенің сүйек жақын деген, сені алып барам деп қоса ала кетеді. Ол кісі де қажы болып келеді жаңағы Тілеубай әкеміз. Ол кісі жолай бара жатып жаңағы көптеген қиындықтарға бәріне тап болады, бірақ дариядан өттік. Қайтарда осындай тағы қиыншылықтармен аман есен келіп, кел жатқанда жаз айында кеткен адам қар бір жауғанда келеді ғой. Содан атарбан шабармандар шүншілеп, қажы кел жатыр деп шүншілейді. Бұл екі арада бұл мына Қоянды деген жер бар, Ақтаудан бері қарай. Сол жерде шүншілеп кел жатады, сол жерге аялдап, соның алдындағы түні қасындағы адамдарға мен 2 рәкат намаз оқып алайын дейді. Бұл кезде таңғы сағат 4-5-тің кезі болса керек. Сосын қасындағы кісілер тоқтап тұрып, таңертең қолдарын жайыңдар дейді. Қолын жаяды. Қолын жайған кезде жаңағы Алла, ұл тіледім, бердің, қыз тіледім, бердің, байлық тіледім, бердің. Бүкіл жағдай бәрі бар. Енді қайтып кел жатқанда осы дүниені маған ұстатпа. Аллаху акбар деп жаңағы бата жасады. Үлкен табақтың бірін біздің үйде тұр. Үлкен, Алла қаласа оны да жаңа музейге өткіземіз бе деп тұрмыз. Бізде үлкен шаңырақ дейді. Жаңағындай әкелеріміз жаңағы Қайыр Дайрабай, Телжан Телбек деген ағайынды болды әкелеріміз. Сол Қайыр деп ағасын сыйлағандықтан жаңа үлкен табақты біздің үйге берген. Бұл үйдегі шешелеріміз үлкен үйде бізді жаңағындай құрметтейтін. Сол үлкен үйге барғанда байқап отырыңдар деп жаңағы. Кейіннен балапан басымен тұрымтай тұсымен болып, әрқайсымыз әр жаққа жұмысқа кеттік. Одан мен жаңа Талбұлақта тұрып, жаңағы Ақтай деген жерге көшіп кеттім. Қайтадан осы мына Байдалы үйге көшіп келдім. Ол екі арада Тұрақбай ағам Ләззат барлық осы жоғарғы ауыл Ескенеге келді. Бұл кісілер үлкен шаруа ашты, үлкен шаруа қожалығының иесі болды. Мына бауырларын Темірбай, Бобан, Сайлаубай көпеннен бастап
өз балаларымна Қайрат, Тәңкіш, Сейтқалиларды еңбекке баулыды. Одан ағам елге сыйлы болды. Өзі механизатор болды. Бел шешпей жұмыс істеді. Бұл кісілер 77 жылы Кәсімсотта істеген шығар осы. Сол уақытта мені Бобан екеумізді жаңағыдай Кәсімсоттың ортасына түсіп, сан рет Кәсімсотына көмектесіп жұмыс істегем, Талбұлақта тұрғанда. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Телжан аға осы біздің өңірден, жалпы Жаңарқа өңірінен алғашқы қажылыққа барған адам екен. Ол кісінің алып келген жаңа тәбәрік сыйлықтары бар екен, сол үлкен қажылық жолдан. Осы міне қазір алдымызда тұр осы заттар, осыны таныстырып өтсеңіз. Осы қара жауды және де осы екі табағы болған, үлкен табағы және кішірек табағын өзін алғанда қара жабуды әкелген, ішінде жаңағындай зәм-зәм суы болған қара жабу бар. Бұның ең қасиетті. Қара жабудың қасиеті, кейіннен біз бала кезімізде осы үйге келген кісілер жаңағындай ырым қылып, тәу етіп, қажының үйі деп жаңағындай ауыл болып осы кісіге осы қара жабуды айналшақтап жаңағындай сұрап, тәбәрікке сұрап алатын жаңа қара жабудан. Ал ауырған болса, көрсетесіз бе алып шығып? Ауырған болса, мінекей, шошынып ауырған балаларды, бала тумаған, осындай сәби көрмеген адамдар арым қылып алып, келіп батасын беріп, қаншама адамдар жазылған бұл үйден. Қажының үйі деп осы үлкен үйді ден тәбәрік алған. Осын міне мынандай жағдайда неткен ғой, бұл үлкен қара жабудың қаншама жыл болса да балалары мінекей сақтап кел жатыр. Осыған мінекей 1994 жылы Құрақбай ағамыз бастап Телжанға шаруа қожалығын құрды. Сол қожалықта мінекей өзінің бауырлары, балалары, мінекей Тәңкіш бастаған. Осы кітаптың ішінде барлығы жазылған. Осы кітаптан оқисыздар. Бұл кітапты енді Мұхаммедқалиға тапсырып, осы үлкен шаңырақта отырған Мұхаммедқалиға тапсырамыз. Үлкен шаңырағында отырсың, осында ел ағасы бол, ағам сияқты еңбекқор болып, өсіп келе жатқан балаларыңды, бауырларыңды, туыстарыңды ылғи осындай ағамыздың атағын шығарып, Телжан қажы бабамыздың ұрпақтары дегізіп, ары қарай ұзақ өмір сүріп, еңбекте жемісті бола беріңдер. Атадан қалған мұра дейді. Атадан қалған мұрамызды міне Жаңарқа ауданының Сәкен Сейфуллин атындағы мұражайға тапсырамыз. Жақсы, рахмет. Сіздердің атадан қалған мұра, біздің атадан қалған мұра жоба деген жобамыз бар. Соның аясында біз қабылдаймыз. Бұл енді атамыздың 3 ғасырлық болған дүниесі бар. Бұл киелі затты біз музейде өз қорымызға алып, және ол болашақта көрмеміздікке салдайды. Бізде сол жайын қойылады. Бұл кісі туралы бізде жаңағы өмірбаяндарын өздеріңіз жазып берсеңіздер, атамыздың қажылыққа барған тарихнамасын соны біз қоса бір үйренеміз. Енді мына жерде қара жабуды көрдік, жаңа алдарыңызда тұр екен. Бұл қара жабуды киелі затпен қағбаға жабылған. Енді рұқсат берсеңіздер, осы қағбаға жабылған қара жабудан бізге де музейге қиып берсеңіздер, осы астаумен бірге қойылған табақ бермек болашақта. Енді жақсылық тілеймін, ұрпақтан ұрпақ жалғаса берсін, ұрпаққа Алла тағала бақ береке берсін. Аға, бүгінгі сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі мына бағдарламада көп деген мәлімет алдық. Болашақ ұрпаққа, өскелең ұрпаққа мән, мағыналы, ғибраты мол әңгімелер көп болды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі бізде ұрпақта осындай көп ұлағатты әңгімелерді біле қоймайды. Сондықтан біле жүреміз, осы ата бабаларымызбен мақтанамыз, осы тарихымызды біліп, құнды дүниелерімізбен сусындап, көп жаңашыл мәліметтер алатын дүниелер болды. Сізге көп рахмет. Міне жақсы шаралар атқарылды, мұражайымызға да көптеген ғибрат дүниелер тапсырылды. Сондықтан сізге көп рахметімізді айтып, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.
Айналайын, сендерге де рахмет, жазарларың көп болсын, мына музей қызметкерлеріне де рахмет. Осындай кейінгі ұрпақтарымыз біле жүрсін, әлі де болса толықтырып айта жатармыз енді. Бүгін тілегім ел аман жұрт тыныш болып, қазақ еліне қуат берсін. Баяғы бабалары аңсап кеткен егемендікті алдық. Әлі де болса алла расулары көп қазақтың, қазақ ел аман болсын. Амин. Ұрпақтар аман.